Арғымақтар алғаш Алман жерінде яки неміс топырағында үйретілген деген пікір бар еді әлемде. Бірақ 1980 жылдары бұл дерек жоққа шығарылды. Алғаш жылқыға құрық салып тақынға басқан қазақ жерін мекендеген адамдар деген дерек алғаш шықты. Негізсіз емес әрине. Еліміздің археологтары осыдан 5300 жылдай бұрын қолға үйретілген дала пырақтарының сүйегін тапты. Мамандар Ботай қорымынан табылған 70 мың аттың сүйегін зерттей келе, ботайлықтардың жылқы мінгенін, етін жеп қымызын ішкенін дәлелдеді. Жылқы қазақ дәстүріндегі төрттіліктің төресі, ер азаматтың қанаты, сарбаздардың серігі. Ел жұрттың байлығы, ұзын жолдың көлігі, той думанның сәні, қонақасының дәмі, тұрмысының мәні, алым берімнің ең биік сыйлығы саналады. Осылай дегенде алдымызға жан салмаймыз, е? Біз бірінші деп кеуде соққанда тай салмаймыз, тұлпардай текті қазақпыз деп мақтанамыз, бірақ таудай мәселелерді айтқанда күмілжіп ақталамыз. Қамбар ата тұқымының қазақ жеріндегі жай-күйі қалай? Неге жыл өткен сайын үйір-үйір жылқы қайыру қиындап барады? Асым етті Аргентинадан алдыратындай не күн туды? Ет неге тісімізге емес, түсімізге кіретін халге жеттік? Қазақтың жігіттері қымыз ішіп, айғыр болмай, арзан энергетик ішіп, майбыл болатын күн алыс емес пе? Шошқа шаруашылығына келгенде табыла кететін миллиондар, жылқыға келгенде неге жоқ болады? Бүгінгі талқымыз осы ағайын. Ассалаумағалейкум. Бастамас бұрын арнамызға жазылып, лайық деп тапсаңыздар, лайк баса отырыңыздар. Әңгімеміздің әлқисасында айттық, жылқы алғаш қазақ жерінде үйретілген. Бұл ғалымдардың дәлелдеген факты. Бірақ осы қолда бар алтын деректі дүние жүзіне паш етіп, бренд ретінде қолданып қызғыштай қорғап, Қазақстан дегенде бірден арғымақтар еске түсетіндей деңгейге жеткізе алдық па? Жоқ. Керісінше, түрікменнің ақалтекесі немесе арабтардың тұқымын жаһан жұрты жақсы біледі. Бұдан шығатын оймақтай ой, осы барды ұқсат алмай масқара болып отырғанымызда. Жылқының 7 тұқымы бар дейді біз әңгімеге тартқан Арғымақ порталының бас редакторы Атбек Ержан Жаубай. Ол адай, көшім, мұғалжар, қостанай, жабы және күнделікті шаруа не мініске емес жарысқа қосатын ағылшын және араб. 1991 жылы жылқы тұқымдарын тіркеу жүргенде Қазақстанда 11 жылқы тұқымы бар деп жазылған деседі. Бірақ содан бері біздің ел үн-түнсіз жатқан көрінеді. Яғни жылқыны тізгіндеген мекен жартып осы бағытта жұмыс жасап жатқан шамалы. Әлем білмейді Қазақстанда қанша тұқым бар екенін. Мысалы 91 жылдан бері қарай 34 жыл болды ма? Сол 34 жылдан кейін Қазақстанда қазір нақты ресми тіркелген қандай тұқым бар екенін бірде-бір мемлекет білмейді. Бұл жаңағы Қазақстан ойбай мынау жылқының отаны, жаңағы жылқыны алғаш қолға үйреткен ел деген статус, кеудемізді үшкір таспен ұрғанымыз болмаса, ар жағымызда түк жоқ деген сөз. Қазақ жерінде қанша жылқы бар өзі? Ашық дерек көздерді ақтарып шықтық. Соған сенсек, 1991 жылы 1,7 миллион бас болған екен. 2000 жылдары саны күрт төмендеп 900 мыңға түсіп кеткен. Кейінгі уақытта қайда өсіпті. Биылғы деректе 4,9 миллион бас жылқы бар деп көрсетілген. Қысы жазы далада еркін жайылатын жылқы малының қиындыққа төзімділігі, еркіндікті сүйетіндігі тұтас қазақтың болмысымен астасып жатқандай дейміз ғой. Дегенмен Қамбар ата түлігінің бүгінгі хал ахуалы ойландырмай қоймайды. Теріскейдің сақылдаған сарышұнақ аязына төтеп беретін, үйірін ит құстан аман сақтайтын, жұмыр тұяғымен бетегелі боз даладағы жалтыр мұзды сындырып, тебіндеп жүре беретін жылқының тұқымы құрып бара жатқан алаңдатады. Осы тұста шамбайға бататын бір мәселе саланы қолдау. Қолдау дегеннің ар жағында субсидияның құлағы қалқияды. Ұзақ жылдар шошқаға бөлінетін қаражат жылқыға қарағанда сан есе көп дегенді естіген боларсыздар. Осыны парламентте Қазбек Иса нақты деректер келтіріп ашық айтты. Текті жануар жылқы еті тауық пен шошқа етінен кем болғаны ма? Үкімет жылқыға субсидия беру мәселесін қайта қарауға тиіс. Бізде мал шаруашылығында құс тұқымдарына да, тіпті шошқаға да субсидия бар. Ал төрт түліктің төресі жылқыға мардымды субсидия жоқ. 2020 жылы жылқыға бар болғаны 52,9 миллион теңге бөлінсе, ал шошқаға 2,1 миллиард теңге бөлінген. Яғни
шошқаға бөлінген қаржы жылқыдан 40 есе көп. Еліміздің басым бөлігі жемейтін шошқа еті деген мұншалықты ерекше қамқорлықтың сыры неде? Биыл мал шаруашылығы үкіметтен мүйіз сұраймын деп құлағынан айырылатын түрі бар. Өйткені 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енген өзгерістерге сәйкес енді мал шаруашылығын субсидиялау төтенше жағдай жариялаған немесе гидрометеорологиялық қызмет растаған өңірде ғана мал азығын дайындауға теріс әсер еткен ауа райының қалыптан тыс жағдайлары болған кезде ғана беріледі. Сонда қалай шаруалар субсидия алу үшін ауа райы қашан бұзылады деп аспанға қарап отыру керек пе? Субсидия дегеніңіз көптеген шаруаларға бақ емес сор болып тұр. Себебі кейбір пысқайлар адал маңдай тер еңбекпен нан тауып жүрген азаматтардың алдын орап, алдында малы болмаса да мемлекеттің қолдауын сыпырып алып отырған көрінеді. Осыны алға тартқан ауыл шаруашылығы министрлігі енді қаражатты басқаша береміз деп белсеніп отыр. Бұл өзгерістің мәнін министрдің өзі айтсын. Бұған дейін мал тұқымын асылдандыруға субсидия беріліп келді. 100 мал болса әр басына 10 мың теңгеден бердік. Бірақ бұл жерде қарымта міндеттеме қарастырылмаған. 100 сиырдан 10 бұзау алсаң да, 80 бұзау алсаң да бірдей субсидия төленеді. Бұл енді мемлекеттің ақшасын далаға шашу дер едім. Сондықтан бұдан кету керек. Біз оны етке ауыстырып жатырмыз. Әр ет комбинатына немесе бордақылау алаңына өткізген мал салмағының әр келісіне субсидия береміз. Қай комбинатқа қанша ет өткізілгенін нақты тексеріп отыруға болады. Ал мал тұқымын асылдандыруға берілген субсидияны олай тексеру мүмкін емес. Сондықтан көп іс қозғалып жатыр. Жылқының етіне қаражат беру бергі жағы. Бұл әлгі тумаған сиырдың бұзауын есептегенмен бірдей. Ол малды сою үшін алдымен өсіру керек емес пе? Ол үшін қашырып төлдетесің, бағық қағасың, қыста тебіндей алмағанда беретін мая-мая шөп аспаннан түсе ме? Жоқ. Әлде бақташылар қаладағы волонтерлер сияқты тегін бағып береді деп ойлай ма? Тағы да жоқ. Бәріміз пах-пах деп қазы мен қартаны асап, терлеп тепшіп қымыз ішіп отырғымыз келеді. Рахатын көреміз, мехнатын білмейміз. Министрлік алаяқ көп, субсидияны енді алай бөлеміз, бұлай бөлеміз деп белсенеді ғой. Алдымен сол субсидияның көлемі қандай? 1040 құжат жинап шапқылауға тати ма? Былтыр қыс қатты болып, мал қырылғанда студияға мамандарды шақырып осыны сұраған едім. Үзіндісін көріп алайық. Қанша теңге дейсіз қымызға? Қымызға 60 теңге литріне беретін. Өзі қымыздың бағасы қанша қазір? Соңғы рет қымыз ішкен адам бар арамызда? 10,5 теңге. Жарайды, ауылда қаншадан сатады шаруалар? Қолдан, оптап. 1000 теңге дейікші мысалы. 1000 теңгенің 60 теңгесі қанша? 6%. 6% субсидия бергенше бермеген жақ, соның тиімділігі жоқ. Оны алып атқандар да өте аз. Өте Кім аз. жолайды мындай бағаға? Жоқ, 6% субсидия деген кез келген экономист айтады. Ондай субсидияның тиімділігі жоқ. Енді осы туралы министрлік ойлады ма соға тиімділікті? Егерде беретін болса, кемінде жаңағы кез келген өнімнің шығынның 20%-нан төмен болмау керек субсидия. 2024 жылдың қысында жаңбыр жауып артынан боран ұрғанша естеу болар. Бұл әсіресе жылқы малына аса ауыр тиді. Еліміздің солтүстік өңірлерінде жем шөптің таусылып, далада қардың беті жаппай мұз құрсанып, жылқылар тебіндей алмай, толықтай қолға қарап, шығын көбейді деген ақпараттар толассыз келіп жатты. Ұлытау облысында жылқылар қырылып жатыр. Солтүстік Қазақстан облысында жылқы қырылып жатыр. Сондай-ақ Маңғыстау облысында өрістегі жылқылар суыққа шыдамай қырылып жатыр. Шаруалар онсыз да жем шөбі жоқ, жөнді субсидия берілмейтін жылқы малынан айырылып қалу қаупі бар деп талай айтылды. Өйткені жем шөбі таусылған фермерлерде қорадағы малына қараған ауыл адамдары да жылқыны арзан бағаға болса да соғым орнына жаппай сатып жатты. Басын тасқа соғып, бәленбай бас малынан айырылған азаматтарға мұндай жағдайда мемлекет бір жағынан шығыспаса, шаруалардың шыдамы таусылып, қолды бір сілтейтіні анық. Осыдан кейін сала неге сылбыр дамып жатыр деп кімге ренжиміз? Еліміз жыл сайын 160 мың тоннадан астам жылқы етін өндіреді. Алайда бұл мол ресурстың дені өңделмейді. Ішкі нарықтың өзінде сату жүйесі реттелмеген. Шетелдерден сапасыз арзан ет импорттауға мәжбүріміз. Бие сүті мен қымыз жай ғана дәстүрлі сусын емес, денсаулыққа шипалы, мол функционалдық тағам. Сондықтан бие сүтін өңдейтін кәсіпорындар ашып, шетелдерге экспорттау маңызды міндет. Тағы бір мәселе. Жер тозып кетті дейді жылқышылар. Жайылым жаңартатын жер жоқ. Ілкідегі қазақ бәрін күнілгері есептеп,
таразы басына тартып отырған ғой. Жазғы жайлауы, қысқы қыстауы, күздігі дегендей. Абай атамыздың өлеңінде осы жайлы дөп айтылады. Қараша, желтоқсан мен сол бір-екі ай, қыстың басы бір ерте, біреу жай. Ерте барсам жерімді жеп қоям деп, ықтырмамен күзеуде отырған бай демей ме? Бізде қазір ол жағдай жоқ. Қысы жазы малды ат арқасындай жерде иіріп отыр. Жылқының күйін кетіріп тұрған тағы бір жай қамап бағу. Егін орағы аяқталған соң ғана ішідері шешіледі. Ол уақытта қыс түсіп кетеді. Жілігіне май жинамаған түлік қысты көтере алмайды. Бұл жайлы ғалымдар қадап тұрып айтқан еді. Ауыл төңірегіндегі және агроқұрылым малының жайылып жүрген жерлері неге тозып жатыр? Бірінші бағыт, мал бір жерге жайыла береді. Әсіресе ауылдың малы қысы жазы жыл бойы сол маңнан алысқа ұзамайды. Бұрынғы жайылым айналымы ата-бабамыз жайлауға, күздеуге, қыстауға барды. Айналып келгенше жер өз қалпына келіп тұратын. Қазір оған мүмкіндік жоқ. Оған себеп әр шаруаның өз жері бар, содан шықпайды. Қазақстанға Аргентина, Мексика, Уругвай, Ресей, Әзербайжан, Монғолиядан жылқы еті импортталады. Осыны оқыған көпшілік апырау, тұрмыстық техника, көлік басқасын сырттан тасысын. Оған көзіміз үйренді. Өзімізде бар жылқыны жөндеп өсіріп, жей алмайтын не деген еліміз деп күйінгені есте. Сырттан азық-түлік сатып алу әрине жата қалып жылап күйінетіндей көрініс емес, бірақ азық-түлік қауіпсіздігі тұрғысынан алып қарағанда ойланатын нәрсе. Неге жылқы етін сырттан аламыз? Себебі төрт түліктің төресін бағып қағу барған сайын қиындап барады. Жылдан жылға қиындап бара жатыр. Өйткені біріншіден жайылым мәселесі, екіншіден мынау қазіргі құрғақшылық мәселесі, үшіншіден жем-шөп дайындауға деген жаңағы жылқыға берілетін субсидиядан бөлек жем-шөпке берілетін субсидия бар. Оның да көлемі ауыз жармайтындай. Осындай мәселелер қордалана келіп, қазір жылқыға төленетін жылқыны өсіру мына 1000-нан жоғарғы басқа жетіп қойғандар үшін мәселе емес ол. Ал 1000-нан төмен мына 500-ден бері қарайғы жылқы ұстайтындар үшін өте қиын. Сосын кейін тағы бір мәселе бар. Ол жылқы бағатын бақташы табу, жылқышы табу мәселесі қазір өте өзекті. Ол мынандай бір жағдайды мен өзім білем. Мысалы 250 мың теңге айлығы бар, 10 күн жұмыс істейді, 10 күн демалады, 10 күн жұмыс істейді, 10 күн демалады. Киімі, тамағы, жатар орны бүкілі жаңағы мал иесі шаруашылықтың мойнында. Мына бақташы жылқыға кеткен бақтаға кеткен уақытта сол жігіттің үйінің шаруасы түгел шаруашылықтың мойнында болып тұрғанда жылқышы табу қиын. Жылқының санынан бөлек сапасына аса мән беру маңызды. Жылқытанушы ғалым Қайрат Исхан елімізде жылқыны асылдандыру мәселесі тым кенжелеп кеткені рас дейді. 90-шы жылдардағы тоқырау кезінде кеңестер заманынан қалған жылқы зауыттары түгелдей тарап, тек Қостанай жылқы зауыты ғана аман қалды. Оның өзінде мал басы тым аз. Жылқы тұқымын селекциялау, генетикасын анықтау, қазақтың жабы, көшім, мұғалжар, Қостанай және адай сияқты қолда бар қазақы тұқымдарды көбейту ғылым мен өндірістің бір-бірімен тығыз байланыста болуын қажет етеді. Қазір елімізде барлығы 4 миллионнан аса бас жылқы болса, соның тек 40 мың ғана асыл тұқымды саналады. Мұны көбейту керек. Осы бағытта жұмыс жасалу үшін президент бастама көтерген еді. Жылқының санымен қатар сапасын арттыру маңызды міндет. Биыл қазақ жылқысының тұқымын сақтау және көбейту үшін арнайы заң қабылдадық. Енді бұл бағытта тағы бір маңызды қадам жасаймыз. Мен үкіметке жылқы шаруашылығы институтын құруды тапсырдым. Жылқы шаруашылығы институтын құру тапсырылды. Үкімет ләппай тақсыр деп бұл жұмысты ұйымдастырамыз деп жең тұрып кірісе кеткені анық. Себебі президент пәрмені орындалуы керек. Бірақ мәселе сол қалай орындалып жатыр. Ғылыми зерттеу жұмыстары басталады делік. Қазақ даласында қандай жылқы бар, қандай тұқым қалды? Оларды қалай асылдандыра аламыз? Өндіріс ғылыммен байланыспаса, алға жылжу атымен болмайды. Міне, мәселе осы жерден басталады. Сол тұқымды ары қарай дамытып, оның сапасын, оның санын көбейту үшін адай жылқы зауыты деген жылқы зауыты жоқ.
әркімнің қорасында, әркімнің қолында жүр жылқы. Қостанайда да зауыт бар, бірақ ары қарай дамытып, ары қарай санын көбейтіп, сапасын жақсартатындай мүмкіндік жоқ. Мұғалжар жылқысы ең жақсы дамып келе жатқан жылқы тұқымы Мұғалжар жылқысы. Өйткені оның ерекшелігі ол ешқандай зауытты да, ешқандай жем шөпті де қажет етпейді. Оның табиғи ерекшелігі далада дамуға арналған. Соның арқасында Мұғалжар жылқысы дамып келе жатыр. Ал біз жаңағы жылқы тұқымын асылдандырып, спорттық бағыт, мәдени бағытты, жүріс бағыты, күш көлік ретінде пайдаланамыз десек, тіпті жаңағы адай жылқысын алысқа шабатын 160 километрге болмаса 200 километрге шабатындай мүмкіндігін пайдаланамыз десек, онда біз міндетті түрде зауытпен жұмыс істеуіміз керек. Институт құрылғанымен жылқының бабын білетін мамандар мүлден тапшы. Яғни аграрлық университеттерде мал шаруашылығы саласындағы мамандықтар оқытылғанымен жылқытану кафедрасы мүлдем жоқ. Мұнымен қоса елде осыған дейін ондап саналатын жылқы зауыты жоққа тән. Тек жалғыз 135 жылдық көне тарихы бар Қостанай жылқы зауыты ғана көз алдымызда. Оның өзі мемлекеттің көмегі болмаса жағдай шатқаяқтап қалған. Қаржыландыруы төмен болғандықтан тұқымы азайып кеткен. Ең әуелі маман болу керек. Бізде маман жоқ. Оны ешкім көңілін алмай қойсын, бізде маман жоқ, ғалым жоқ. Ал ғалым жоқ жерде ғылым жоқ. Ғылым жоқ жерде ештеңе іске аспайды. Оны уақыт бәрі дәлелдеп қойған. Оны біз қанша да айтсақ та мәселе соған келіп тіреледі. Біз маман дайындаған жоқпыз, база дайындаған жоқпыз. Біз жылқыда қандай асыл тұқымды жылқы шығаруға мүмкіндігіміз бар екеніне қараған жоқпыз. Бірден жылқыны асылдандырыңдар деген тапсырма бере салды. Сосын кейін алды да соған жұмыс істеп кетті. Ал біз ана жақта маман жетіспейтін институт құрылды, аты бар, әлі заты жоқ. Анау Серік Жұманғарин дейін айтты, ойбай, Ақтөбеде біз жылқы шаруашылығы институтын құрып тастадық деді. Бірақ ода әлде бірде-бір маман, бірде-бір жылқы жоқ о жерде. Үкіметтің бір жоспары бар шығар дейміз ғой баяғы. Бар екен. Аграрлық өнеркәсіптік кешені дамытудың 2021-2030 жылдарға арналған тұжырымдамасы аясында жылқы шаруашылығын дамыту жөніндегі іс-шаралар жоспары әзірленіпті. Оның аясында жылқы басын көбейту, тұқымдық іріктеу селекция жүйесін жетілдіру, ветеринариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, кадрлық әлеуетті күшейту, ғылыми зерттеулерді дамыту және өнім экспортын кеңейту жөніндегі шаралар көзделеді делінген. Өте жақсы. Әр сөзінің астына қолдаймын деп қол қоюға болады. Бірақ тағы да бірақ деуге тура келіп отыр. Мына аты дардай тұжырымдаманы іске асыру үшін, жылқы шаруашылығын дамытып асылдандыру үшін алдымен не керек екен білесіз бе? Дұрыс, алдымен жылқы керек. Институт көрінгеннің қорасына барып тентіреп жүрсе, саланы іс жүзінде нақты қалай дамытпақшы? Ол жылқы зауыты тәжірибеден өткізетін жылқыны қайдан алады? Мәселе сонда. Сіз мысалы қазір 200 бас жылқы ұстап отырған шаруашылықтар көп. Бірақ бір жылдан кейін 200 бас жылқыны сатып жіберіп, сойып жіберіп, жылқы шаруашылығын тоқтатып тастайтын азаматтар да көп. Біз келісім шартқа отырдық, міне институт ретінде, мына жерде мысалы Айбек Қосан деген жылқышының шаруашылығымен келісімге отырдық, шаруаны бастадық, асыл тұқымды жылқы ретінде дамыта бастадық. 2 жылдан кейін Айбек алды да, ой, мен жылқы шаруашылығынан пайда жоқ екен, мен тоқтатам деді. Біз не істейміз? Біреудің жеке шаруашылығы ол, айта алмаймыз, оған келісім бар деп алдына барып тұра алмаймыз. Ал ол үшін база болу керек. Біз жаңағы қолымызда бар 7 тұқымды асылдандыру үшін болмағанда соның әрқайсысынан бір 100 жылқыдан база ұстап отырып, сосын кейін жылқы зауытын дамытуымыз керек, жылқы шаруашылығын дамытуымыз керек. Ал әйтпесе, ана Айбектің қорасына барып 5 жылқыға тәжірибе жасап, Ержанның қорасына барып 5 жылқыға тәжірибе жасап, біз ешқашан жылқы шаруашылығы институтын дамыта алмаймыз.
Айта берсең әңгіме көп. Ақыры бастадық па түгел түгендейік. Еліміздегі көптеген ипподромдар ескірген, ал кейбір өңірлерде мүлде жоқ. Депутат Аманжол Әлтай бір сауалында аймақтарда кемінде 5 заманауи ат спорт кешені салу керек деген еді. Алматыдағы бұрын сатылған ипподромды коммуналдық меншікке қайтарыңдар дегені есте. Жылқыны біз мінсең көлік, жесең ас, ішсең сусын дейміз ғой. Қазақ халқы жеті қазынаның біріне қосады. Киелі жануарды баптау, оған күтім жасау әдет ғұрпымыздың бір бөлшегі. Қамбар ата түлігінің адам баласына тигізетін пайдасы мол. Солардың бірі иппотерапия. Бұл медицинада қолданылатын емдеу жолының бір түрі. Аттың бойында өзіне тән ерекше энергиясы болғандықтан, олар балалардың психологиялық және эмоционалдық жағдайын түзетуге жәрдемдеседі. Жылқыны алғаш үйреткен қазақтың алдын еуропалықтар орап кеткенін жасырудың қажеті жоқ. Енді бізге де қамшыны баса түсу керек болып тұр. Иппотерапия ерекше қажеттіліктері бар балалар үшін ғылыми тұрғыда дәлелденген тиімді оңалту әдісі. ақш, Германия, Канада сияқты елдерде бұл тәжірибе ұлттық денсаулық сақтау жүйесіне енгізілген. Зерттеулер көрсеткендей, атқа міну, аутизм, ДЦП және басқада неврологиялық диагноздармен өмір сүретін балалардың қорғаныс координациясын, сөйлеу және эмоционалдық даму жүйесін әдәуір жақсартады. Осыған байланысты иппотерапияны мәміс пакеттеріне енгізіп, мамандар даярлап, өңірлердегі оңалту орталықтары жарынан бөлімшелер ашу қажет. Сөз соңында екі ауыз өлеңді ортаға салғымыз келіп отыр ағайын. Ақын Есенқұл Жақыпбек жылқы мен заман өлеңінде не деді? Сығылысып найзалар сыңғырлаған, өтті қанша қазақта сұмдық заман. Сондай кезде апайтөс ат үстінде, үзеңгіңде шіреніп тұрды бабам. Қайран жылқы емес пе сол заманда, қарананға қазақты құл қылмаған. Қайран осы жылқының арқасында, ұлыңды құл, қызыңды күң қылмаған. Бірін бірі көргенде шұрқыраған, кең далада жүрсінші жылқы маман. Елдің сесі ер жігіт, сен де аман бол, сай сүйегі елім деп сырқыраған дейді. Елім деген ерлер болса, онда бүгінгі біз көтерген мәселелерге назар аударар деп сенеміз. Себебі біз сын айтсақ, өшіру үшін емес, өсіру үшін, күйе жағып даттау үшін емес, мәселені ашық айтып даму үшін тақырып көтереміз. Қадірлі ағайын, жылқы шаруашылығы неге көтерем халге түсті? Неге шенділердің Қамбар ата төліне келгенде қабағы қатыңқы, қолдауы аз, қамқорлығы білінбейді? О заманда бұ заман жылқының етін алыста жатқан Аргентинадан таситындай негін туды? Осы күні қорада мал ұстау тиімді ме, қып-қызыл шығын ба? Пікіріңізді жаза отырыңыз, лайк басып қолдап, осы шығарылым ұнап жатса, чаттарда бөліссеңіздер қатып кетер еді. Өзіміз де, өзгелер де айналамызда болып жатқан жағдайды білгені дұрыс. Қайта жүздескенше.